Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге осындай керемет дәмді блинный торт, яғни құймақтармен жасалған торт әзірлейтін боламыз. Өте керемет дәмді шықты. Өте жұмсақ болып шықты. Алдымен жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Үстінен шекер қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң оның үстінен сүт құйып, тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстінен сода және де уксус қосамыз. Содан соң араластырып болғаннан кейін оның үстінен ұн және какаомызды қосамыз. Тағы да миксерлейміз. Араластырып болғаннан кейін оның үстінен ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырамыз. Қамырымыздың сұйықтығы дәл видеодағыдай болуы қажет. Сковородкамызды отқа қыздырып болғаннан кейін оның үстінен қамырымызды осылай дөңгелек қылып құйып шығамыз. Видеодағыдай осылай көпіршіктер кетіп, беті кепкеннен кейін арғы бетіне аударамыз. Дәл осы темпте жалғастыра береміз. Сонда бізде көп құймақтар шығады. Қамырымыз біткенге дейін құймақ жасай береміз. Одан кейін құймақтарымызды жасап болғаннан кейін біз олардың арасына жағатын кремімізді жасаймыз. Кілегейімізді құйып, оны жақсылап тұрып көпіртіп алғаннан кейін оның үстінен қант ұнтағын және де креметтомызды қосып, яғни творожный сырды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осымен біздің креміміз дайын. Енді біздің дайын болған жаңағы құймақтарымызды осындай дөңгелек формаға салып, үстінен кремді жағып, үстін құймақтарды қойып, оның үстінен крем жағып, дәл осы темпте жалғастыра береміз. Сонда бізде торт шығады. Мінеки осындай күйінде мұздатқышқа, яғни холодильникке салып қоямыз. Бір түнге салып қоямыз. Сөйтіп ертесіне сәндейміз. Мен біздің тортымыздың бетіне кремді жағып шығып, содан кейін жан-жанына ерітілген шоколадты осылай тамызып шығып, содан кейін үстіне қыздың формасын қойып, құлпынай қойып, бетіне ерітілген шоколадты жағып шықтым. Содан соң бетіне осындай алтын дөңгелектерді қойып, алтын ұнтақ сеуіп шықтым.
Сонда бізде осындай керемет, әдемі, дәмді әрі жұмсақ торт шықты. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.